Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түрлі түсті болып шығатын тойымды әрі ерекше дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз пиязымызды турап дайындап аламыз. Үлкендеу пияз таңдасаңыздар да болады. Оны ыдысымызға салып, оған тұз, қант, паприка және қара бұрышты қосамыз және уксус құямыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 20 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол уақыт аралығында біз қалған ингредиенттерімізді турап дайындап аламыз. Ол үшін біз бір қиярымызды соломка етіп тураймыз. Яғни барлық ингредиенттерді соломка етіп турап дайындаймыз. 4 жұмыртқа, 2 қызанақ, қызанақтың ортасын алып тастап тураймыз. Бір тәтті болгар бұрышы, ас көк, менде петрушка және укроп, кинза қолдансаңыздар да болады. Және піскен етті де осылай тураймыз. Және 4-5 ас қасық жүгері. Енді барлығын осы үлкендеу ыдысқа салып дайындаймыз. Ол үшін ет, жұмыртқа, қияр, қызанақ, тәтті болгар бұрышы, ас көк және жүгеріні саламыз. Алдын ала маринадталған пиязымызды да салып, және оның үстіне майонезімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Бәрі жақсы араластырған соң, дәміне қарай осылай тұз қоссаңыздар да болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте тойымды, ерекше дәмді салат. Үй ішіңіздің барлығына ұнайтынына сенімдімін. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар. Әрі каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда шығатын жаңа рецепттерді жібере алмас үшін колокольчикке басып қойыңыздар.